Сәлеметсіздер ме? Сіздермен Плюс республикалық білім беру орталығы және математика тренері Жамбыл. Сабақты басыңыз бұрын алдыңғы сабақтың бақылау жұмысынан бірінші есептерді талдап өтейік. 7-ші есеп. Бізде бұл жерде салыстыруымыз керек. Теріс сандар салыстырғанда бірінші модулін шығарамыз. Минус 2,5-ді модулін шығарсам 2,5. Минус 2,6-ді модулін шығарсақ 2,6. Егер екеуін салыстыратын болсақ 2,5 үлкен. Бізде теріс сандарда модулі үлкен болғанда біз керісінше кішірек те боламыз. Сонда минус 2,5 бізде кішірек болады. Келесі 8-ші есеп. Бұл жерде модулін шығарайын. Минус 20-дан 13 болып шығады. Және минус 7-ден 5, 7-ден 5 болып шығады. Бұл жерде бөлшектерді салыстыру үшін бөлімдерін лақтырайын. Сонда бізде 13 пен 7-нің көбейтіндісі 91 болады. Және де 20 мен 5-тің көбейтіндісі 100 болады. Сонда бұл жақта бізде 7-ден 5 үлкен. Бізде модуль үлкен, теріс сандар керісінше кішірек болады. Сонда минус 7-ден 5 бізде кішірек болады. Келесі 9-ші есеп. Бұл жерде модулін шығарайын. Минус 28-ден 15. 28-ден 15 болып шығады. Және минус 29-дан 16. 29-дан 16 болып шығады. Енді салыстыру үшін бөлімдерін лақтырайын. Сонда 29-15-ге көбейтеміз 435. Және 28-ді 16-ға көбейтеміз 448. Бізде 29-дан 16 үлкенірек. Бізде модуль бойынша үлкенірек теріс сандар, керісінше кішірек те боламыз. Минус 29-дан 16 бізде кішірек. Келесі 10-ші есеп. Бізде бұл жерде байқасаңыздар, бір жағында бізде теріс сан, екінші жағында модульдің ішіндегі теріс сан. Модульдің ішінен бізде әрқашан оң сан шығады. Ал оң сандар әрқашанда теріс саннан қарағанда үлкен болады. Ал енді үй жұмысының бір есептерін талдап өтейік. Бірінші есеп, бұл жерде бізде сандарды салыстыруымыз керек. Минус 33-тен 31 және минус 9-дан 7. Модулін шығаратын болсам, минус 33-тен 31, 33-тен 31 болып шығады. Және де минус 9-дан 7 модулін шығарамыз, 9-дан 7. Сонда бөлімдерін лақтырайын. Бізде 9-ды 31-ге көбейтемін, 279. Және де 33-ті 7-ге көбейтеміз, 231 болады. Сонда бізде 279 үлкен, және 33-тен 31 үлкен деген сөз. Бізде модуль бойынша үлкенін теріс сандарды керісінше кішірек боламыз. Минус 33-тен 31 бізде кіші болады. Келесі к тапсырмасына бізде минус 8,11-ден 9 және минус 8,5-тен 3. Модулін шығарайын. 8,11-ден 9 және 8,5-тен 3. Бұл жерде бөлшектерді салыстыратын болсақ, бүтіндері бірдей. Онда бүтініне назар аудармаймыз. Бөлшектерін салыстырамын. Бөлімдерін лақтырайын. Сонда 11-ді 3-ке көбейтеміз 33, 5-ті 9-ға көбейтеміз 45. Яғни бізде 8,11-ден 9 үлкен. Ондай болса, модуль бойынша үлкен болғандықтан минус 8,11-ден 9 бізде кіші болады. Келесі екінші есеп. Бұл жерде бізде сандарды өсу ретімен жазуымыз керек. Өсу ретімен жазу үшін біз ең кіші саннан бастап жазамыз. Ал кіші сандарды бірінші теріс сандардан іздеймін. Бізде теріс сандарды модулін жазайын. Минус 4,18 модулін шығаратын болсақ, 4,18. Және де минус 5,16 модулін шығаратын болсақ, 5,16. Бізде теріс сандардан модулі бойынша үлкенірегі ол кішірек деп есептеледі. Сонда бізде ең кішісі минус 5,16. Одан кейінгі теріс сан жазам, минус 4,18. Және де бізде одан кейінгі 0 болады. Және оң сандарды өсу ретімен жазамыз. 3,1 және де 4,3. Келесі 4-ші тапсырма. Бұл жерде минус 9,18 пен 1,12-нің арасында қандай бүтін сандар орналасқан. Сонда бұл жерде координаталық түзуге салатын болсақ, минус 9,18 салайын. Енді оңға қарай бізде теріс сандар 0-ге жақындайды. 0-ге жақындадамыз. Оң жағында минус 9, минус 8, минус 7, минус 6, минус 5, минус 4, минус 3, минус 2, минус 1 және 0. Және 0-ден бастап 1,12-ге дейінгі сандар жасайық. Бізде яғни ар жағында 1 болады. Және ар жағына тағы да созатын болсақ, 1,12. Яғни 2-ге жетпейді. Сонда бұл жердегі бүтін сандарымыз жазып шықтық.
минус 9, минус 8, минус 7, минус 6, минус 5, минус 4, минус 3, минус 2, минус 1, 0 және 1. Ал енді бүгін біздің өтетін тақырыбымыз координаталық түзудің көмегімен рационал сандарды қосу. Жалпы координаталық түзуде оңға қарай жылжыту ол оң сандармен, ал солға қарай жылжыту теріс сандармен белгіленеді. Мысалы, координаталық түзу сызайын және кез келген бір нүкте белгілейін. Мысалы, А нүктесі координатасы 4 болсын. Енді бізде осы нүктені екі бірлікке жылжытатын болсақ, оңға қарай жылжимыз екі бірлік. Бізде 6 болады. Немесе минус 2 бірлікке жылжытатын болсақ, онда солға қарай 2 бірлік жылжытатын боламыз. Яғни 2 болады. Сонда бізде бұл жерден шығатыны 4 қосылған 2, яғни 6 болады. Немесе 4 қосылған минус 2, 2 болады. Яғни бізде кез келген рационал санға оң санды қосатын болсақ бізде артады, ал теріс санды қосатын болсақ кемиді. Яғни бізде рационал А санына Б санын қосатын болсақ, ондай болса А нүктесінен Б бірлікке оңға жылжиды. Ал рационал А санына минус Б санын қосатын болсақ, онда А нүктесінен Б бірлікке солға жылжиды. Ал бізде егерде қарама-қарсы сандардың қосындысы болатын болса, ол әрқашан 0-ді береді. Мысалға, минус 3 және қосылған 3. Бізде 0-ді береді. Немесе 1,2 қосылған минус 1,2. Бізде 0-ді береді. Ал қазір бірнеше мысалдарды қарастырып өтейік. Бірінші есеп. Бізде 5 қосылған минус 6 қосылған минус 3. Координаталық түзуде сызайық. 5 нүктесін алайын. Бұл жерде бізде теріс сандар қосылып тұр. Яғни солға жылжытатын боламыз. Енді қосылған минус 6. Яғни 6 бірлікке солға жылжытамын. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді координатасын жазайық бізде сонда. 4, 3, 2, 1, 0 және минус 1. Бізде минус 6-ны қосқан кезде минус 1 шығады екен. Және тағы да минус 3-ті қосамыз. Тағы да солға 3 бірлікке жылжытатын боламыз. 1, 2, 3. Сонда минус 2, минус 3, минус 4. Бұл жердегі біздегі жауап минус 4 екен. Келесі екінші есеп. Координаталық түзу сызайын. Бізде минус 6 және қосылған 4. Оңға қарай 4 бірлік жылжытамыз. 1, 2, 3, 4. Минус 5, минус 4, минус 3, минус 2. 4-ті қоссақ минус 2 болады. Және қосылған минус 5,5. 5,5 бірлік солға қарай жылжытатын боламыз. 1, 2, 3, 4, 5 және тағы да жартыға жылжытамыз. Сонда бізде минус 6-тан кейін сол жағында минус 7 болады. Және жартыға жылжытатын болсақ, минус 7,5. Бұл жердегі жауап бізде сонда минус 7,5. Келесі үшінші есеп. Минус 1,2-тен 1 қосылған минус 1,3-тен 1 қосылған минус 6-тан 1. Координаталық түзу сызайын. Бұл жерде бізде бірыңғай минус сандар қосылғандықтан солға қарай жылжиды. Нүктенің өзін салайын, минус 1,2-тен 1. Енді бізде оған минус 1,3-тен 1 қосатын болсақ, минус 1,3-тен 1 солға қарай бірлік жылжытуымыз керек. Минус 1 бірлік жылжытайын. Сонда минус 2,2-тен 1 шығады. Сонда тағы да 3-тен 1 бірлік солға жылжытуымыз керек. 2-тен 1 мен 3-тен 1-ді қосайық, бізде 6-дан 5 болады. Яғни минус 2,6-дан 5. Бұл бізде минус 1,3-тен 1-ді қосқандағы шыққан мән. Тағы да минус 6-тан 1-ді қосамыз. Яғни солға қарай тағы да минус 6-тан 1 бірлік жылжытамын. Сонда минус 6-тан 1-ді қосамыз. 6-тан 5-ке 6-тан 1-ді қоссақ, бізде 6-тан 6 1,5-ді береді. Сонда минус 2,5, тағы да 1,5, минус 3,5 болады. Сонда бұл жердегі шығатын мәні минус 3. Келесі төртінші есеп. Минус 4-тен 1 қосылған x бізде тең 0. Бізде қандай сандарды қосқан кезде 0 болады дедік? Әрқашанда қарама-қарсы сандарды қосқан кезде 0 болады. Сонда бізде минус 4-тен 1-ге қарама-қарсы сан қосқан кезде 0 болу керек. Онда болса x-іміз бізде минус 4-тен 1-ге қарама-қарсы сан. Яғни 4-тен 1. Келесі 5-ші есеп.
минус 20 қосылған жақшаның ішінде x минус 5 тең 0. Яғни бұл жерде минус 20-ға қандай санды қоссақ 0 шығады. Яғни қарама қарсы саны бізде 20 болу керек. Ондай болса мына жақшамыз бізде 20-ны беру керек. Яғни x минус 5 бізде 20-ға тең болу үшін. Сонда бұл жерде бізде x тауы үшін азайтылып тұрған 5 ар жағына қосуымыз керек. Яғни 25 болады. Ал енді видеоны паузаға қойып, келесі есептерді өз беттеріңізден шығарып көріңіздер. Бірінші есеп. Минус 8 қосылған 7 қосылған минус 4. Координаталық түзуде сызайын. Минус 8 нүктесі. Қосылған 7. Яғни 7 бірлік 10-ға жылжытамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Координаталарын жазайын. Минус 7, минус 6, минус 5, минус 4, минус 3, минус 2, минус 1. Яғни 7-ні қосқан кезде минус 1 шығады. Енді қосылған минус 4. Яғни 4 бірлік солға жылжытамыз. 1, 2, 3, 4. Яғни сонда жауабы бізде минус 5 болады. Келесі екінші есеп. Координаталық түзуге салайық. Сонда бұл жерде бізде минус 7 қосылған 3,15. Яғни 10-ға қарай 3,15 бірлік жылжытамыз. Яғни 1, 2, 3 және 3,15. Яғни тағы жарты бірлікке. Сонда бізде минус 6, минус 5, минус 4, минус 3,15 болады. Енді қосылған 4. Яғни 4 бірлікке 10-ға жылжытамыз. Яғни 1, 2, 3, 4. Енді координаттарын жазайын. 1 жылжытсам минус 2,15. Екінші рет жылжытатын болса минус 1,15. Үшінші рет жылжытсам минус 0,15. Және төртінші рет бізде 0,15. Бұл жердегі жауап бізде 0,15. Келесі үшінші есеп. Минус 6-тан 1 қосылған минус 4-тен 1 қосылған минус 1,5-тен 1. Яғни координаталық түзуде сызайын. Минус 6-тан 1. Қосылған минус 4-тен 1. Яғни 4-тен 1 бірлікке біз солға қарай жылжытамыз. Сонда 4-тен 1-ді қосып жіберетін болсақ, 6-тан 1 қосылған 4-тен 1. Ортақ бөлім 12, яғни 3 шығады және 2 шығады. 12-ден 5 болады. Сонда бізде минус 12-ден 5. Енді біз тағы ары қарай минус 1,5-тен 1-ді қосамыз, яғни сол қарай 1,5-тен 1 бірлік жылжу керек. 1,5 жылжытатын болсақ бізде минус 1,12-тен 5 болады. Және де 5-тен 1 бірлік солға жылжытамын. Яғни 12-тен 5-ке тағы 5-тен 1-ді қосайын. Сонда бізде ортақ бөлім 60. Яғни 5 шығады және 12 шығады. Яғни 25 қосылған 12. Яғни 37. Сонда минус 1,60-тан 37. Бұл жерде біздегі жауап минус 1,60-тан 37. Келесі төртінші есеп. 6-тан 1 қосылған x тең 0. Яғни бізде қандай сандарды қоссақ 0-ді береді. Яғни бізде қарама қарсы сандарды қосқан кезде 0 болу керек. Онда болса x-іміз бізде 6-тан 1-ге қарама қарсы сан. Яғни минус 6-тан 1. Келесі бесінші есеп. Минус 15 қосылған жақшаның ішінде x қосылған 7 тең 0. Енді бізде минус 15-ге қандай санды қоссақ 0-ді береді. Яғни бізде қарама қарсы санды қосуымыз керек. Сонда жақшамыз бізде 15 болу керек. Яғни x қосылған 7 бізде 15-ке тең. Енді қосылып тұрған 7-ні ар жағына азайтамыз. 15-тен 7-ні азайтамыз. 8 болады. X-іміз бізде сонда 8. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Үй жұмысын жасауды ұмытпаңыздар. Бәріңізге сәттілік, сау болыңыздар.